Әскери қызметшілер міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін жарна төлейді ме? Жоқ. Әскери қызметшілер мәмс төлемдерінен босатылған. Бұл ретте олар мәмс жүйесінде сақтандырылған мәртебесін қалай ала алады? Бірге білейік. Негізінен сақтандырылған мәртебесін алу үшін азаматтар өткен 12 айға немесе алдағы 12 айға жарна төлеуі тиіс. Сондай-ақ жеңілдік санаттарына кіретін адамдарға мемлекет жарна төлейді. Ал әскери қызметшілер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында медициналық көмек ала алады. Осы екі пакет шеңберінде көрсетілген медициналық қызметтер бойынша денсаулық сақтау ұйымдарына қаражатты әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры төлейді. Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңына сәйкес әскери қызметшілер мәмс жарналары мен аударымдарынан босатылды, яғни жұмыс берушілер олардың жалақысынан ұстап қалуды жүргізбейді. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры мәмс жүйесінде әскери қызметшілердің мәліметтерін адамдарды арнайы есепке алу, ақпараттық жүйесіне ЖСН көрсете отырып енгізілген әскери қызметшілер құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері есебінен алады. Олар бойынша деректерді әскери бөлімдердің, әскери басқару органдарының қызметкерлері енгізеді. Қор жүйесінде әскери қызметшінің ЖСН-і шыққан соң ол автоматты түрде сақтандырылған мәртебесін алады және жарналар мен аударымдарды төлеуден босатылады. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 50 және 52 баптарына сәйкес әскери медициналық мекемелер әскери қызметтен босатылған адамдарға және әскери қызметшілердің отбасы мүшелеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін болады.